Жақсы, қайырлы кеш, қайырлы күн, қайырлы таң, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен бірге Қазақстан тарихынан ұбт сұрақтарын талдайтын боламыз. Яғни осыған дейінгі, яғни 2025 жылға дейін келіп жатқан ұбт сұрақтары, соны бірге қарастыратын боламыз. Так, біріншіден, саламатсыздар ма, дауыстарыңызды өшіре салсаңыздар. Так, достар, біріншіден бізде сұрақ. Бір жүйеге келтірілген алғашқы қазақ тілі оқулық құралының авторы. Оқулығы, то есть тіл құралы еңбегінің авторы дейді. Иә, бұл жерде қазір біз сіздермен бірге ұбт-ның сұрақтарын талдайтын боламыз. Яғни тек қана біз өтіп жүрген тақырыптар емес, жалпылама. Тіл құралы еңбегінің авторы бізде кім болады? Бізде ол Байтұрсын. Иә, дұрыс айтасыз, иә, Ахмет Байтұрсынұлы болады. Бірақ Ахмет Байтұрсынмен қатар басқа да тұлғалардың еңбектерін айта өтсек болады. Мысалға, Әлихан Бөкейханов. Әлихан Бөкейхановтың еңбектері көп, бірақ бізге қазір осы жерде Ағы соғыс деген мақаласы қажет болады. Ағы соғыс, иә, Әлихан Бөкейхановтың мақаласы. Ғабиден Мұстафиннің шығармалары қажет болады. Ғабиден Мұстафиннің Қарағанды, Шығанақ және Миллионер деген сияқты шығармалары бар. Сәбит Мұқановтың шығармасы қажет болады бізге. Сәбит Мұқанов социалистік реализм бағытындағы шығармасы деген сұрақ келетін болса, біз Ботагөз романы деп айтамыз. Ботагөз. Иә, Ботагөз романы. Және Сәбит Мұқановтың Шоқан Уәлиханов туралы жазған шығармасы деген сұрақ болатын болса, Аққан жұлдыз деп айтамыз. Аққан жұлдыз. Жақсы. Енді мынау біз өткен сұрақпен қараңыздар. Үйсін мемлекетінде біздің заманымыздан бұрынғы бірінші ғасырда болған оқиға дейді. Үйсін мемлекеті бірінші ғасырда жоқ, үлкен күнби және кіші күнби арасындағы соғыс болған. Келесі 16 ғасырдың соңында, иә, 16 ғасырдың соңы деген қай жылдар? Яғни 1500 деген сөз, иә, 1500 шамамен 90 жылдар деп қарастырайық. Бұхар хандығымен соғыс үшін Ресейден от қару дегеніміз мылтық сұраған билеуші дейді. Яғни шамамен 16 ғасырдың соңында билік еткен тұлғаларды қараймыз. Мысалға, Қасым хан қай жылдары билік етті? Қасым хан 1511 және 1518 жылдар аралығында билік етті. Немесе 1523 деп жақшаның ішіне жазып қоямыз. Өйткені 6 сыныптың оқулығында 18 жыл қайтыс болды десе, 10 сыныптың оқулығында 23 жыл қайтыс болды деп айтады. Келесі Хақназар ханды қарайық. Хақназар хан 1538 жылдан 1580 жылға дейінгі аралықта билік еткен. Тәуке ханшы? Тәуке хан қай жылдары билік етті? 1680 жылдан 1715 немесе 1510, ойбай кешірім сұраймын, 1718 жылдарға дейінгі аралықта. Ал Тәуекел ханшы? Ол кісі 1900 деп жазып жатырмын ғой мен кәдімгідей. 1583 пен 98. Молодец. 1598. Енді 16 ғасырдың соңы деп отырғанымыз, яғни Тәуекел ханға жақсы келеді. 1594 жылы Құлмұхамед деген адамды Мәскеуге елшілікке жіберген. Құлмұхамед деген адамды Мәскеуге елшілікке жібереді да, жаңағы от қаруды сұрайды, өзінің туысы Ораз Мұхамедті тұтқыннан босатуды сұрайды, Абдаллахқа қарсы Бұхараның билеушісіне одақтасуды сұрайды. Сонымен жауап қайсысы болды бізде? Тәуекел. Келесі 1974 жылы КСРО мемлекеттік сыйлығын алған Әбдіжамал Нұрпейісовтің шығармасы дейді. Қан мен тер ме ағай? Қандай? Қан мен тер. Молодец, қан мен тер, Әбдіжамал Нұрпейісовтің. Арал теңізіндегі балықшылардың ауыр жағдайы суреттелген шығарма. Арал балықшылары деп жазып қоямын. Мен Арал теңіз балықшыларының суреті. Соғыс психологиясы деген кімнің еңбегі? Әрине, Бауыржан Момышұлының. Ағы соғыс дегенді біз айттық па ана, иә? Әлихан Бөкейхановтың мақаласы. Ал Тар жол тайғақ кешу деген кімнің шығармасы? Молодец.
Сәкен Сейфуллиннің шығармасы. Енді келесі сұрақ бізде. 1836-38 жылдары Бөкей Ордасындағы көтерілістің жеңілу себебі дейді. Бөкей Ордасында 36-38 жылы Махамбет пен Исатайдың көтерілісі болған, иә, Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы жер тапшылығына байланысты, иә. Өйткені орыс помещиктері мықты күшті күшті жайлы шұрайлы жерлерді тартып алғанда, және қазақтың байлары немесе сол жерлерді жаңағы қарапайым адамдарға жалға берген. Міне осыған байланысты жер тамшылығы болады, сөйтіп көтеріліс болады. Осы көтеріліс жеңіледі, бірақ жалпы 18-19 ғасырдағы барлық көтерілістер жеңіліс табады. Олардың негізгі себебі бәріне ұқсас, яғни өзара соғыс, Ресей әскерінің күшті болуы, көтеріліске тек шаруалардың қатысуы, көтерілістің айқын бағдарламасының болмауы. Міне көтеріліс стихиялы түрде басталғандықтан айқын бағдарламасы болмады. Міне жеңілудің негізгі себебі осыда. Келесі, біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда Сырдарияның орта ағысында күшейген мемлекет дейді. Біз өттік қой бұны, иә? Бәріміз білеміз. Сырдарияның орта ағысында күшейген мемлекет ол Қаңлы мемлекеті болады. Ал егерде Алтай, иә, Алтай, Саян, Енисей, иә, қазіргі Моңғолия ғой енді. Қазіргі Моңғолия аумағы десе, бұл қандай мемлекет болады? Немесе Қытайдың солтүстігі десе, ғұндар болады. үйсіндер қай жерде өмір сүрді? Жетісу. Жетісу. Иә, Жетісу, Тянь-Шань. Молодец. Тянь-Шань, Тарбағатай деп айтсақ болады. Тарбағатай, Жетісу десек болады. Мен мына жазуым сендерге түсініксіз шығар енді, білмеймін. Сақтар орталық Азияда өмір сүрді, БЗБ 1-ші мыңжылдықта, иә. Келесі, Есім хан билік үшін күрес жүргізген хан дейді. Мәне сендерге сұрақ. Есім хан қай жылдары билік етті біріншіден? Ал? Хан ба? Тұрсын ба? Дұрыс айтасың, жауап Тұрсын хан. Есім хан билік үшін күрес жүргізді. Нешінші жылы, билік еткен жылын жазып өтейікші бірінші. Жаңа Тәуекел хан 1598 жылы қайтыс болады ғой. Бұхара түбінде жарақат алып 98 жыл қайтыс болады. Сөйтіп інісі Есім билікке отырады. Және ол 1628 жылға дейінгі аралықта билік етеді. Яғни бұны ғасырмен сұрайды достар, билік еткен жылын. 16-шы ғасырдың соңы деп айтады. Міне 16-шы ғасырдың соңы мен 17-ші ғасырдың басында билік еткен кім деп сұрайды. Сол кезде Есім ханды айтасыңдар. Және Есім хан билік еткен тұста Ташкенттің билеушісі Тұрсын Есім ханға қарсы шығады. Жанына жазып қойыңызшы бүйтіп, Иманқұли деп. Иманқұли. Иманқұли деген хан, жаңағы Мәуереннахрдың билеушісі, Тұрсынды хан етіп жариялайды. Сол Иманқұлидің жариялауымен Ташкенттің билеушісі болып, Есім ханға қарсы шығады. Сөйтіп Есім хан сол Тұрсынмен күрес жүргізеді. Оны алда біз өтеміз. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болған жыл дейді. Қай жылы мүше болды? 92-ші жылы. Бүкіл әлем білетін сұрақ қой. 92-ші жылы 2-ші наурызда Біріккен Ұлттар. 93-ші жыл не болды? 15-ші қарашада? Теңге. Молодец. Ұлттық теңге алғаш рет. 91-ші жыл 16-ші желтоқсан білеміз. 99-ші 22-ші қарашада? Ау. Ол кезде Дархан ағайлардың дүниеге келген ғой. Келесі. Қасымола мәдениетінде мәйітті жерлеу құрылыстары тұрды дейді. Ағам ағай. Әлбетте. Мәйітті жерлейтін үлкен қорған мен мінген атын көметін жапсарлас шағын қорғаннан тұрады. Және Тасмола мәдениетінде тағы не болды? Плюс деп жанына жазып қойық. Ерекше белгісі. Қалай? Қандай? Не мағай? Мұртты қорған ба? Молодец, мұртты қорғандар, иә. Мұртты қорған деп жазып қойын. Жақсы, келесі сұрақ. Үйсін мемлекетінің билеушісі Күнбидің сарайы орналасты дейді. Чигу ма? Чигу. Молодец, Чигуда болады. Суяб деген кімдердің астанасы екен жазып қойық. Ой, Суяб біраз мемлекеттің астанасы болған. Батыс түрік қағанатының астанасы болған. Түргеш қағанатының астанасы болған. Сосын Қарлұқтардың астанасы болған. Суяб деген. Тараз дегенше. Тараз бізде
Мына түргештердің астанасы болған. Түргештерде үш астана болған. Сол түргештердің бір астанасының бірі Сұлу деген қаған билік етеді. Сол Сұлу қағанның тұсында осы астана болады. Сығанақ бізде тоже біраз қазақ хандығы мемлекеттің ма? астанасы болған. Қандай? Қазақ хандығы емес па? Сығанақ. Қазақ хандығында болды. Бірақ оған дейін Сығанақ бізде Қыпшақтардың астанасы болған. Қыпшақтардың сол қанат ордасы, сол деп жазып қойдым. Одан кейін Ақ Орданың астанасы болған. Ақ Орданың. Одан кейін Әбілқайыр хандығының астанасы болған. Одан кейін бізде Қазақ хандығының астанасы болған. Қазақ деп жаза салайын болды. Енді сендерге айтады контексттік сұрақ дейді. Сізге контексттік сұрақ берген дейді. Жүсіпбек Аймауытов туралы контекст берілген екен. Жүсіпбек Аймауытов туралы контекстті оқымай ақ қойсақ та болады негізі. Бірақ сендер ертең ұбт-да кірген кезде міндетті түрде контексттерді оқыңдар. Енді қалай ыңғайлы солай қарайсыңдар. Өйткені контексттің ішінен сұрақтар кездеседі. Сондықтан оқу керекпіз. Енді мен оны былай айта беремін. Алаш ұраны әнұранның авторы дейді. Әрине Жүсіпбек Аймауытов. Иә, сен ғана Әлихан Жүсіпбек Аймауытов туралы текст беріп, басқа адам туралы сұрау ықтималы төмен ғой, Жүсіпбек Аймауытов. Енді айтады қараңдар. Қазақ әйелінің дейді, жаңа дәуірде өз бақытын табу туралы шығарма. Бақытсыз жамал деп. Бақытсыз жамал өзінің бақытын тапқан ба ол? Бақытсыз ғой ол деген. Жазылып тұр ғой. Демек, бақытсыз жамал болмайды. Балғадиша дейді. 80 жастағы шалға берген Балғадиша. Құлагер дейді. Құлагер деген жаңағы ақан серінің бір жүйрік жылқысы болған. Сол жылқы өзінің бақытын тапқан ба ол? Таппаған. Демек, достар, жауабы Ақбілек болады. Молодец, дұрыс айтасыңдар. Жүсіпбек Аймауытовтың шығармаларында ұстанған позиция дейді. Мәне. Социализмді ма? Социализмді қолдады ма Жүсіпбек Аймауытов? Қолдады ағай. Ой, тоқта қарақта да конца. Социализмді қолдады дейді. Ұлтшылдық сипатта болды дейді. Ресейге қарсы шығарма дейді. Немесе кеңестік жүйеге қарсы шығарма жазды дейді. Ағай. Қайсы? Либо В, либо Д. Деп ойлап тұрмын. Ресейге шығар. Жауабы Д болады. Кеңестік жүйеге қарсы шығарма болды. Кеңестік жүйеге ма? Иә, Ресейге қарсы шығарма дейтін болсақ, Ресей деген ол 1991 жылы пайда болған ғой. Дұрыс па? Ойлану керек. Ресей 1991 жылы пайда болды. Ұлтшылдық сипатта болды дейді. Ұлтшыл болды ма, ол кісі қатты ондай болған жоқ. Ұлтшыл деген типа андай нацист деген сияқты айтылады да енді. Социализмді қолдады десек, ол болмайды. Социализмді қолдаса, ол не үшін оны алаш репрессияға ұшырайды? Дұрыс па? Кеңестік жүйеге қарсы шығарма ғой. Жүсіпбек Аймауытовтың редактор болған журнал дейді. Серке мағай дейді. Либо Айқап, либо Қазақ па? Қазақ Серке. Айқап балалар-ай. Қараңдар, Айқап журналы деп. Айқап журналының редакторы Мұхамеджан Сералин. Қазақ газеті деп тұр. Ахмет Байтұрсынұлы. Серке газетінің редакторы дейді. Редактор емес, ол газет негізі қазақтың ең алғашқы газеті. Бірақ ол газет жаңағы татардың Ульфат деген журналына бірге шыққан. Татар деп жазып қойшы. Татардың жұрнақшаның ішінде Ульфат деген газетіне бірігіп шыққан типа плюс деп жазып қоя салдым деп айтайын, түсініп аласыздар. Ал Абай журналы, міне Жүсіпбек Аймауытов редактор болған журнал. Көрдіңдер ма? Ешқайсысын айтқан жоқсыңдар. Ол 1918 жылы шыққан. Айқап журналы 1911 мен 1915 жылдары шығып тұрған. Қазақ газеті 1913 пен 1918 жылдары. Ал Серке ол 1907 жылы шыққан Петербург қаласында. Ол газетті спонсировать еткен Шаймерден Қосшығұлұлы дейтін көпес саудагер, бизнесмен деп айтайықшы. Осы біздің Ақмола қаласына тумасы Шаймерден Қосшығұлұлы деген. Қазақстанда
Мерседеспен құрдас болатындай машина заводын салғысы келген ғой кезінде. Қаржы жинап сол завод салғысы келген кезде болмай қалған ғой, в общем қудалау басталып кеткен ғой негізінде. Әйтпесе бізде қазір Мерседестің замандастары болатын еді, Қазақстанның көліктері шығатын еді неше түрлі. Қазақстанға бірінші рет машина алып келген осы Шаймерден Қосшығұл деген сол заманда. Ойлаңдаршы. Міне осы кісі спонсировать еткен жаңағы Серке газетін. Енді айтады, дәйектерді сәйкестендір дейді. Былайынан ортасынан бөліп қояйық, мына бірге сияқты болып кетті. Яғни Мансапқор, Ақжол, Қартқожа, Абай дейді, пьеса, газет, роман, журнал дейді. Енді онысы, мынау қиын достар. Бұны біз, то есть Жүсіпбек Аймауытовтың кәдімгі тақырыбын өткен кезде, я сол кезде примерно жаттап түсінсеңдер, кейбіреусін таба аласыңдар. Және мына контекстің ішінен қарау керек. Міне жазылып тұр мына жерде. 24-26 жылдары дейді. 24-26 жылдары Ақжол газетінде деп тұр. Көрдіңдер ма? Біреусін таптық міне. Қазақ тілі газетінің редакторы дейді. Тағы біреу тұр, қалғандар жоқ, көрдіңдер ма? Ішінде. Енді мына қарайық. Қазақ тілі деген жоқ, Ақжол деген бар. Яғни екі, қандай болады? Екіде газет болсын. В деп жазып қойын. Екі В дегенде қарайық мына жерде. Мынаны алып тастаймыз В-ны. Иә, мынаны алып тастаймыз. Жоқ, А болады ғой. А болады. Мынаны алып тастаймыз. Яғни бір А деп тұр. Қайда Абай журнал болады, иә? Д. Болдаш. Төртте Журнал ғой. Журнал, да. Абай журнал. Онда жауабы А болады. болды ғой. Болды ғой, тауып тұрық онда. Болды, молодец, жарайсыңдар. Енді мынаны білетін шығарсыңдар, мынау легендарный контекст. Кездестіргенсіңдер ма бір жерден мына контекстті? Мына кісі кім бірінші тұрған? В ма? Мұхтар Әуезов. Жазып қояйық бірінші. Енді бес саусақ бірде емес, білмейтін де адамдар болуы мүмкін, сондықтан жаза салайық. Қаныш Сәтбаев. Үшіншісі кім? Олжас Сүлейменов. Олжас Сүлейменов. Олжас Сүлейменов. Олжас Сүлейменов. Енді екінші суреттегі тұлға қандай қызмет атқарды дейді? Геология. Молодец. Суреттегі тұлғалардың қызмет еткен ортақ кезеңі дейді. Кеңестік кезең. Өте дұрыс, кеңестік кезең. Яғни патшалық кезең десе, ол 1917-ге дейін болады, дұрыс па? Яғни Романовтар әулетінің несі ғой? Соңғы несі. Әлбетте, дұрыс айтасыз. Тәуелсіздік кезең емес, енді орта ғасыр, енді ой, мұны не деген сұрақты іздеңші сен. Бірінші суреттегі тұлғаның 20-30 ғасырда жазған пьесалар дейді. Яғни Кебек, Айман-Шолпан, Мұхтар Әуезовтің пьесалары. Үшінші суреттегі тұлғаның шығармасы дейді. Абай жолын алып тастаймыз, иә. Менің атым Қожаны алып тастаймыз. Қыз жібекті алып тастаймыз, сонда жауабы В болып шыға келеді. Адамға табын жеренді деген. Және суреттегі тұлғаларға ортақ ақпарат дейді. Үшеуіне де бірдей. Шетелге кетуге мәжбүр болмайды. Кеңес билігі тарапынан қудаланды. Әлбетте, жауабы С болады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Иә, сұрақ жоқ. Жақсы. Енді бар ғой, дәл осындай тағы бір нұсқа бар. Соны бір талдап тастайық. Сонымен болды. Не сохранить деп басам мен жазғандарымды. Так, тағы бір сұрақ бар бізде. Тест. Так. Тоқтаңдар қазір мен мынаны реттеп ойым. Ал. Абылама бір сұрақ. Молодец. Аха болады, иә, дұрыс айтасың. Уже жауап беріп жатсыңдар, иә? Молодец. Қазір давайте кеттік. Солтүстік Қазақстан аумағында пайда болған энеолиттік мәдениет дейді. Әрине ол Ботай болады. Енді біз басқаларын өттік қой, мынаны жаза салайық. Федоров деген қай жерде ол? Бірінші Петровты айтайық. Петров бұл деген қай жер? Солтүстік Қазақстан болсын, иә? Оңтүстік Сібір. Солтүстік Қазақстан, оңтүстік Сібір, жаңағы сынтасты мәдениетіне жақын. Андрон деген бұл Орталық Азияны алып жатыр үлкен, иә? Ресейден табылды. Федоров деген Тобыл мен Ертіс өзендері аралығында алып жатқан мәдениет болды. Солай ма? Жалпы орталық Қазақстанда деп айтсақ болады. Моғолстан мемлекетінің негізін салған кім дейді?
Әмір Темір ма? Әмір Полатшы. Әмір Полатшы. Әмір Полатшы болады. айтасың, Моғолстан мемлекетінің. Енді қараңдар, мынандай нәрсе болады. Әмір Полатшы мемлекеттің негізін қалады. Сосын тағы бір адам бар. Ол бізде Тоғылық Темір. Ағай там не бар еді ғой, иә? Полат деген тайпасы бар еді ғой, иә? Илья ошибаюсь? Иә, дұрыс айтасың. Яғни қара, Әмір Полатшы мемлекеттің основателі. Бірақ ол түркі, яғни Дулат тайпасының әмірі, то есть Дулат тайпасының басшысы. Сондықтан ол Шыңғыс хан ұрпағы емес болғандықтан өзін таққа отыруға лайық деп санамай, то есть таққа отыруға батылы жетпей, Тоғылық Темірді отырғызған. Түсіндіңіз ме? Сонда Тоғылық Темір билікке отырған, яғни билеушілер әулетінің негізін қалаушы деп сұрайды. Билеушілер әулетінің негізін қалаушы деп сұраса, онда Тоғылық Темір деп айтасыңдар. Міне мемлекеттің негізін салды деп тұр. Моғолстан мемлекет билеушілер әулетінің негізін қалды десе, онда Тоғылық Темір деген жауап болады. Міне. Керей хан қазақ хандығының негізін қалады. Бірінші, иә, билеуші Керей мен Жәнібек қой, бірақ бірінші билеуші болады. Әбілқайыр хандығының Әмір Темір мемлекетін. Әбілқайыр жазылайық 1428 жылы, Керей 1465 жылы, Әмір Темір 1370 жылы деп жазып қояйық. Шоқан Уәлихановтың негізгі ойлары баяндалған еңбегі дейді. Енді мына еңбектің бәрі Шоқан Уәлихановтікі, бірақ негізгі ойлары баяндалған бұл қырғыздардың көші-қоны туралы деген еңбек болады, достар. Қазір мына 40 минуттан кейін өшіп қалады, баяғы платный ғой. Сондықтан кішкене тездетейік. 1786 жылы Уфа қаласына жер аударылып қайтыс болған дейді. Нұралы. Нұралы, молодец, дұрыс айтасыңдар. Нұралыны жер аударып, жаңағы Уфада қайтыс болады. Есім хан деген бар бізде. Кіші жүздің ханы болған тоже. Айшуақты жазып қояйық. Айшуақ 1797-1805 жылдары. Жәңгір хан жазып қояйық. 1801-1845 деп. Есім хан Нұралы 86-да кетеді, 91-де 97-де қайтыс болады. 1795-1797 жылдар аралығында. 97 жыл Есім ханды сырымдатуы бастаған көтерілісшілер сырымдатуы өлтіреді. Қасым хан туралы дұрыс дәйекті анықта дейді. Қазақ хан тағында ең ұзақ отырған емес, Хақназар болады. Жоқ. 15 ғасырдың екінші ширегі деп тұр. Екінші ширек десе, ол 1525-тен 1425-тен 1450-ге дейінгі аралықта болу керек қой негізі, иә? 15 ғасырдың екінші ширегі. Бұл да қате болады. Негізін қалаған қате болады. Еділ жағалауына дейін кеңейткен деген дұрыс болады. 19 ғасырдың 40-60 жылдарында қазақ халқының ауыр жағдайын суреттеген Дулат Бабатайұлының өлеңі дейді, достар. Мына сұрақ, бар ғой, қиын сұрақтардың бірі. Себебі бұл кісілердің зар заман ақындарының шығармаларын біз не істейміз, шатастырамыз. Қараңдар. Бірінші зар заман деген шығарма. Зар заман деген шығарма бізде Шортанбай Қанайұлынікі. Шортанбай Қанайұлы. Қазір мен осы жерге бүкіл дегенде осы Шортанбай Қанайұлы мен Дулат Бабатайұлының шығармаларын жазам, солар жаттап алыңдар, жарай ма? Бұл всегда алдарынан кездесе береді, и всегда шатаса бересіңдер. Үш қиян деген шығарма Мұрат Мөңкеұлынікі. Тоже зар заман ақыны. Мұрат Мөңкеұлы. Жалғыз осы шығармасын ғана сұрайды. Болды. Мұрат Мөңкеұлы. Үш қиян Мұрат Мөңкеұлы. Все болды. Басқа оның шығармаларын бізде сұрамайды. Одан кейін бізде Шортанбай Қанайұлының шығармасы тоже мына бала зары. Енді қысқартып ШQ деп жаза салайын, енді ол кісі ренжімесін. Өсиетнама деген шығарма міне бізде осы Дулат Бабатайұлының шығармасы. Енді Өсиетнамадан басқа Дулат Бабатайұлының бізде Еспенбет және Жұлдыз деген шығармалары бар. Еспенбет, қонақшаның ішіне жазып қойын. Жұлдыз. Міне, осындай шығармалар бар. Ал Шортанбай Қанайұлының тағы басқа Опасыз жалған деген шығармасы бар. Біз екі шығармасын айттық қой, бала зары, зар заман және плюс тағы біреусін жазып қояйық. Опасыз жалған.
Қандай трагедиялық шығарма, атының өзі ауыр да. Халықтарды күштеп қоныстандыру қалай айтылады дейді. Депортация. Депортация. Бәрін білесіңдер. Урбанизация деген не? Қала өсімі сондай. Қала өсу. Иә, Қалалар барлығы. жазып қойсақ болады негізі. Қаланың өсуі, дұрыс айтасың. Мелиорация деген бар бізде. Жерді жақсарту. Жерді жақсартуға арналған шара деген ол мелиорация. То есть эрозияға ұшыраған, мысалы, тың игерілген жерлерді жақсартуға жүргізген шара. Ассимиляция деген халықтардың араласуы. Жазбай ақ қояйын ары қарата, өйткені уақытымыз тығыз. Кеңес өкіметін орнату мен нығайту жұмысына белсене қатысқан партия дейтін. Міне, социалистік партияны айтамыз. Қараңдар, 300 партия. кеңес өкімет 300 партиясы, молодец. 300 партиясының басшысы кім болады? Көлбай Тоғысов деген адам бар. Достар, мына мен айтып жатқан бәрі бекер емес, керек болады дедіңіздер. Көлбай Тоғысов және Мұқан Айтпенов. Мен кадет партиясы, Алаш бірлік емес. Бірлік деген партия бұл бізде 1914 жылы Омбыда құрылған мәдени ағарту ұйымы. Қошке Кемеңгеров деген адам негізін қалаған. Қошке Кемеңгеров. Яғни бұл бірлік деген мәдени ағарту ұйымының еще Балапан деген журналы болған. Алаш партиясын білесіңдер. Қай жылы құрылды Алаш партиясы? 1917 жылы. Айын білеміз ба? Негізі шілде, негізі бұлай. Шілде, молодец. 21-26 шілде аралығында деп айтамыз. Кадет партиясы бұл Ресейдегі партия. Ой-ой, 10 минут қалып достар, 10 минуттан кейін өшеді дейді. Zoom деген осындай да. Просто ана Google Meet деген кішкене не да, көтермейді мені, ол бүгін қиналады оған. Так. 10 ғасырдағы араб дерегінше жерін батыстан шығысқа дейін жүріп өту үшін 30 күн керек болған мемлекет. Бұл бізде Қарлұқ қағанаты болады. Қарлұқ қағанатының батысынан шығысына дейін жүріп өту үшін 30 күн уақыт керек болатын болған ғой достар. Келесі, біздің заманымыздан бұрын 530 жыл Кирді массагеттерге қарсы жорығын баяндаған кім болады? Геродот. Молодец, дұрыс айтасыңдар. 751 жыл Атлах шайқасында соғысқан күштер дейді. Араб және Қытай. Және арабтар мен қытайларға кімдер қосылған? Түргештер, қарлұқтар. Кімдер жағында шыққан түргештер мен қарлұқтар? Әрине, арабтар жағында Қытайға қарсы соғысады. Атлах шайқасы өткен қаланың маңы дейді достар. Алмалық па? Алмалық. Жоқ, Атлах шайқасы Тараз қаласының маңында болған. Талас деген өзеннің бойында. Талас өзеннің бойы деп жазылайды. Түргеш қағанатын құлау себебі дейді. Шығыс түрік тарапынан көрсетілген қысым қара және сары түргеш арасындағы бірлестік, батыс түрік тарапынан көрсетілген қысым салжұқтармен болған ұзақ жылғы соғыстар дейді. Салжұқтар? Өші мынау сұрақ апелляциялық сұрақ сияқты қараңдар. Салжұқтармен болған ұзақ соғыстан ол оғыздар әлсіреген. Батыс түрік тарапынан көрсетілген қысым емес ол. Ең қара және сары түргештер арасындағы бірлестік деп тұр. Кешіріңдер, дұрыс екен. Бірлестік емес, екеуі бір-бірімен қырылған ғой, бұл екеуі всегда соғысады. Ол үшін ол емес, жауап А болады, дұрыс айтасыңдар. Мына екеуі де ма деп ойлап қалдым да просто. Атлах шайқасының тарихи маңызы дейді. Қандай несімен маңызды бұл шайқас? Бұл шайқас маңызды, өйткені бұл шайқастан кейін қытайлар Жетісудан қуылған. Болды, дұрыс айтасыңдар. Таң империя картадан жойылды, арабтар жоқ емес. Келесі 20 ғасырдың 20 жылдарында дейді, құрылған мемлекет пен шаруаларды байланыстырған бұқаралық ұйым дейді. Міне, 20 ғасырдың 20 жылдары мемлекет пен таза әскери коммунизм кезінде аяқталған кезде жаңа экономика саясаттың кезіндегі ұйым ғой. Бұл жерде достар, мемлекет пен шаруаларды байланыстырған ұйым қосшы және жарлы деген ұйымдар болады. Кедейлерге көмектескен жаңағыдай ұйымдардың бірі. Талап бірлік деген 1917 жыл құрылған ұйымдар.
Мына 300 деген мыналар тоже 1917 жас қазақ және жас азамат деген ұйымдар. Жас қазақ деген ұйым тоже 17-ші жылы құрылған ғой деймін. Сәкен Сейфуллин негізін қалаған ұйымдардың бірі. Енді алда қарайсыңдар осының бәрін өтеміз. Және 20-шы ғасырдың басындағы әлеуметтік экономикалық саясаттың атауы дейді. 20-шы ғасырдың басындағы Жаңа экономикалық саясат. Индустрияландыру. ЖЭС. жаңа экономикалық саясат, яғни 1921 жылы бізде 10-шы съезде қабылданған. Әскери коммунизм деп тұр, иә, бізде экономикалық саясат. Әскери коммунизм 1918 жылы, индустрияландыру 1925 жылы, ұжымдастыру 1927 жылы болады. Әлеуметтік экономикалық жаңа экономикалық саясат. Жаңа экономикалық саясатқа қатысты дұрыс емес дәйекті анықта дейді. Д ғой. Д. Жалдамалы еңбекті қолдануға рұқсат етті дейді. Тауар мен астық саудасына мемлекеттік монополия орнатылды дейді. Міне С жауабы болады. Жалпыға бірде еңбек міндеткерлігі жойылды, бұл дұрыс. Мемлекеттік кәсіпорындар шаруашылық есеп жүйесіне көшті, бұл дұрыс. Жалдамалы еңбек қолдануға рұқсат етілді, бұл да дұрыс. Тауар мен астық саудасына астыққа монополия деген, то есть бұл дұрыс емес, бұл әскери коммунизм саясатынікі. Достар, мен сендерге оны мектепте бір күн түсіндіріп беремін, алдын ала. Осы 4 саясат бар ғой соларды. Жаңа экономикалық саясаттың орнына енгізілген реформа дейді. Индустрияландыру. Индустрияландыру, дұрыс айтасыңдар. Алашорданың батыс бөлімін басқарған кім дейді? Бізде Алашорда автономиясы бар. Жаңа біз айтып өттік, Алаш партиясы 1917 жылы, 1917 жылы. Мұхамедов па? Қалай? Досмұхамедов. Молодец, дұрыс айтасыңдар, біледі екенсіңдер. 17 жылы шілдеде Алашорда автономиясы емес, партиясы құрылған, иә, бұл кезде Алаш партиясы. Автономиясы қашан құрылды? 1917 жылы. Бір зама сондайда құрылды. Иә, желтоқсан. Молодец, жарайсыңдар, мықты екенсіңдер. Алашорданың батыс бөлімін басқарған Жаһанша Досмұхамедов болады. Өйткені 3 бөлімге бөлінді, иә. Әлихан Бөкейханов шығыс бөлімін басқарды, семейлік Ахмет Байтұрсынұлы қай бөлімін басқарды? Торғайлық бөлімін басқарды. Торғайлық бөлімін басқарған. Батыс бөлімінің астанасын айтыңдаршы, қандай қала болған? Батыс бөлімінің астанасы. Қандай қала болған? Нема? Жымпиты. Жымпиты. Торғайлық бөлімдікі Торғай. Семейлік бөлімдікі Семей. Жалпы общий Алашорданың астанасы негізі Семей ғой, бірақ. Енді қараңдар, Орталық Азия аумағын бағындырып, Еділ мен солтүстік Кавказға шыққан қаған дейді. Мә саған. Керемет сұрақ. Біз түрік қағанатын өтпедік қоясыңдар мен. Енді өтеміз. Понедельник күні бұйырса. Еділ мен солтүстік Кавказға шыққан қандай болады? Иштемей қаған болады. Бумын қаған мемлекеттің негізін қалаған, Мұқан қаған орталық Азия мен оңтүстік Сібірге үстемдік орнатқан, Иштемей Еділ мен солтүстік Кавказға дейін барған, батысқа, то есть жорық жасаған. Жазып қойын төбесіне батысқа деп. Батысқа жорық жасаған түрік қағаны десе Иштемейді айтасыңдар. Сұлу қаған ол қандай мемлекеттің басшысы? Түргештердің басшысы ғой ол деген. Иә. Все, болды достар, сұрақтарың бар ма басқа? Жоқ, түсінікті бір жаққа. Вот, жақсы, олай болса, рахмет сендерге де қатысқандарыңа. Давайте, сау болыңдар. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Нормально болды ма? Иә. Иә. Давайте, жақсы.